Саламатсыздар, білім алушылар. Анатомия спорт морфология негіздері пәні бойынша нөмірі 10-шы дәріс. Дәріс тақырыбы: сезім мүшелері, сезім мүшелерінің көп қызметтік сипаты, талдағыштар құрылысы. Дәріс жоспары: бірінші, сезім мүшелерінің жалпы сипаттама, екінші, көру талдағышы, үшінші, есту мүшесі, төртінші, сипап сезу мүшесі. Ондағы сезім мүшесі туралы ғылымда эстезиология деп атайды. Адам ағзасындағы сезім мүшелері көру, есту, дәм сезу, иіс сезу, тері немесе сипап сезу және ішкі мүшелер сезінуі құрылысынан тұрады. Жоспар бойынша бірінші сұрақ: сезім мүшелеріне жалпы сипаттама. Сезім мүшелерінің үш түрлі атауы бар. Сезім мүшелері, сенсорлық жүйе және анализаторлар. Сезім мүшелері сыртқы қоршаған ортадан және ағзаның өзінің ішкі органдарынан келген ақпаратты алғашқы талдау жасайтын перифериалдық арнайы анатомиялық физиологиялық жүйе. Екінші, сенсорлық жүйе. Ішкі және сыртқы ортаның түрлі әсерлерін қабылдайтын сезім жүйесі талдауыштардың, анализаторлардың шеткі бөлігі, яғни рецепторлар. Мұндағы рецепторлар деп отырғанымыз сезімтал жүйке талшықтарының соңғы сезгіш ұштары. Рецепторлар орналасуына қарай екі топқа бөлінеді. Экстрарецепторлар ағзаға қоршаған сыртқы ортадан келетін тітіркендіргіш әсерлерін қабылдайды. Оған дәм сезімі тіл, иіс сезімі мұрын, сипап сезу тері, көру көз, есту құлақ рецепторлары жатады. Ал енді интеррецепторлар ағзаның ішкі ортадан келетін тітіркендіргіштер әсерлерін қабылдайды. Олар ішкі мүшелерде, ұлпаларда, қан мен лимфа тамырлары қабырғаларында орналасып, осы мүшелерден келетін тітіркеністерді қабылдау процесі. Ал анализатор немесе талдағыштар шеткі қозғалғыш бөлімдерден басталып, ми орталықтарында аяқталатын күрделі жүйке механизм, яғни ол дененің сыртқы және ішкі ортасын жүйке жүйесінің орталық бөлігімен байланыстырып тұрған рефлекторлық доғаның сезімтал бөлігі. Талдағыштар үш бөлімнен тұрады. Бірінші, тітіркеністі қабылдайтын шеткі бөлім рецепторлар. Екінші, жүйкелік қозуды өткізетін аралық бөлім. Үшінші, қабылданған сезімге талдау жасалатын ми жабынындағы және қыртыс астындағы сезімтал орталық бөлім. Сонымен анализатор құрылысы үш бөлімнен тұрады: перифериалдық шеткі бөлім, өткізгіш бөлім және орталық бөлім. Жоспар бойынша екінші, көру талдағышы. Көру талдағышының негізгі мүшесі көз алмасы. Ол бас сүйектің алдыңғы жағында, екі ойықта, көз шарасында орналасқан. Адам сыртқы ортадан болып жатқан түрлі ақпараттардың 80-90% осы көзбен көріп біледі. Көздің құрылысы қосымша бөліктерден және көз алмасынан тұрады. Көздің қосымша бөліктері: бірінші, қабақ, екінші, кірпік. Яғни кірпік жарқыраған жарықтан қорғайды, шаң тозаңнан қорғайды. Үшінші, қас, аққан терден қорғайды. Төртінші, көз бұлшықеттері көз алмасын әртүрлі бағытта қозғалтады. Бесінші, көз жасы ылғалдайды, жылытады, бөгде заттарды сыртқа шығару қызметін атқарады. Көз алмасы өз құрылысында екіге бөлінеді, яғни көз қабаттары және көздің оптикалық бөлімі. Көз қабаттарының өзі үшке бөлінеді, яғни ақ қабақ. Ақ қабық қасан қабық, дәнекер ұлпасынан тұрады. Тамырлы қабық, нұрлы қабат, қан тамырлары пигментті реттейді. Нұрлы қабық ортасында қарашық болады. Торлы қабық, фоторецепторлар құтыша таяқшалардан тұрады. Көздің оптикалық бөлімі: бірінші, алдыңғы камера қасан қабық пен нұрлы қабықтың арасында орналасқан дөңес кеңістік. Екінші, көз бұршағы қарашықтың артында орналасады. Ол жарықты жинақтайды. Ол аккомодацияға жауап береді. Шыны тәрізді дене
мөлдір коллоидты сұйықтық. Оның қызметі көзді дөңгелек ету. Көздің сыртқы құрылысы. Суретте көріп отырғандарыңыздай, яғни айтып өткендей, көз мүшесі көз алмасынан және қосымша аппараттардан тұрады. Яғни көз алмасы үш түрлі: қабықшадан ақ қабық, нұрлы қабықша, көз қарашығы тұратын шар тәрізді мүше. Көздің қабаттарының құрылысы. Сыртқы қабаты қалың, тығыз, дәнекер ортасынан тұратын ақ қабықша. Яғни бұл сыртқы қабаты, яғни жоғарғы суреттегі үшінші ақ қабықша. Ал төменгі суретте толықтай мына сыртқы қабаты ақ қабықша болып есептеледі. Бұл қабықша көз алмасының артқы бөлігін қаптап жатады. Ақ қабықшаның алдыңғы жағы бұл мөлдір әрі дөңес қасан қабықша. Яғни бұл төртінші суретте, жоғарғыда төртінші суретте мұна көрсетіп отқандай стрелкада қасан қабықша айналады. Ал қабықша көз алмасына пішін береді. Қасан қабықша жарық сәулесін өткізеді. Ортаңғы қабықша. Ортаңғы қабықша бұл тамырлы қабықша. Яғни бұл ақ қабықтан кейінгі орналасқан суретте көріп отқандай тамырлы қабықша. Тамырлы қабықша көп болғандықтан көзді қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Өйткені ол тұтастай тамырлы. Тамырлы қабықтың алды бұл нұрлы қабық. Яғни суретте стрелкамен көрсетілгендей нұрлы қабықша. Мұнда бояулар түрлі түсті болып өзгереді. Нұрлы қабықшаның дәл ортасындағы тесік бұл қарашық деп аталады. Яғни көз қарашығы. Қарашық арқылы көздің ішіне жарық өтеді. Көз қарашығы бірде ұлғайып, бірде кішірейіп, көзге жарықтың өтуін реттейді. Жарық мол түскенде қарашық кішірейеді, ал аз түскенде ұлғаяды. Қарашықтың кішірейіп немесе ұлғаюы нұрлы қабықшада болатын бұлшықеттердің жиылу, босаңсу қызметіне байланысты. Үшінші, бұл торлы қабат. Суретте көріп тұрғандарыңыздай торлы қабат. Торлы қабат көздің ішкі торлы қабаты. Көзге көрінетін түсті ажыратуға, сыртқы ортадағы жұқа жүйкелік жарық, тор қабықтағы жүйке жасушалары көздің көріп тұрғандығы туралы сигналдарды көру жүйкесі арқылы миға жеткізеді. Тор қабық көздің артқы бөлігін алып жатады және екі қабаттан тұрады: сезімталды тор қабық және пигментті эпителийді тор қабықтан тұрады. Есту мүшесі. Есту мүшесі құлақ. Дыбыс толқынын қабылдайтын, дененің сыртқы жазықтықтағы жағдайын айқындайтын, қимылдың жылдамдығын және бағытын өзгеруін қабылдайтын рецепторлар. Құлақ үш қабаттан тұрады: есту құлағы, сыртқы құлақ, ортаңғы құлақ, ішкі құлақ. Сыртқы құлақ құлақ қалқаны, сыртқы есту жолы, дыбыс жарғағынан тұрады. Ортаңғы құлақ дабыл қуысы, есту шүйіншектері, есту түтігі. Ішкі құлақ ұлы дене, кіреберіс және сүйекті лабиринт. Дыбыс толқынының таралу жолы, яғни дыбысты біз қалай естиміз? Яғни дыбыс толқыны дабыл жарғағын тербелтеді, есту шүйекшелерін тербеліске келтіреді, ұлу денедегі иірімдегі сұйықтық қозғалады, яғни тербеледі, есту рецепторлары тітіркенеді, яғни жүйке қозу толқынының пайда болуы үлкен ми сыңарларының самай бөлігінде талданып, сырттан келген кез келген дыбысқа ағза жауап қайтара алады. Яғни көріп отқан слайдта сыртқы құлақтың, ортаңғы құлақтың, ішкі құлақтың әрбір мүшесіне жеке-жеке талдау беріп талқыланған. Келесі суретте, яғни жаңағы айтылған бөлімдердің барлығы суретпен сипатталған. Яғни көріп отқандайыңызда сыртқы құлақ қалқанынан, сыртқы дыбыс жолынан және дыбыс жарғағынан тұрады. Ал ортаңғы құлақ бұл сүйек, дыбыс сүйекшелерінен тұрады. Яғни төстік, үзеңгі, балға. Ал енді ішкі құлақ бұл
улуу дене, лабиринтті ирим және кіре беріс бөлімдерінен тұрады. Бұл суретте ішкі құлақтың сүйекшелері жеке-жеке көрсетілген, яғни ортаңғы құлақтың сүйекшелері балғашық, төстік, үзеңгі, ішкі құлақтың ұлу денесі, лабиринтті бөлім және кіреберіс суреті бейнеленген. Келесі соңғы тері сипап сезу мүшесі. Тері адам денесінің сыртқы жабыны. Тері ағзадағы әртүрлі қызмет атқарады. Ішкі мүшелерді сыртқы ортаның механикалық әсерінен соғылудан, жарақаттанудан қорғайды. Тері көптеген қызмет атқаратын адам ағзасының маңызды мүшесі. Ересек адам терісінің ауданы шамамен 1,5-2 мм. Ересек адам терісінің қыл тамырларында 1 литрдей қан болады. Теріде көптеген жүйке талшықтары, сезім жасушалары шоғырланған. Теріде 4 түрлі рецепторлар өңделеді. Бірінші суықты сезетін, екінші жылуды сезетін терморецепторлар, үшінші жанасуды сезінетін механорецепторлар, саусақ, тіл, ерін ұштарында болады. Төртінші ауруды сезінетін нацицепторлар, 1 шаршы сантиметрде 100-ге жуық нацицепторлар орналасқан. Алдыңызда терінің тұтастай құрылысы, яғни тері 3 қабаттан тұрады. Сыртқы қабаты эпидермис, ортаңғы көлемді қабаты дерма, үшінші гиподерма. Сыртқы қабаты бұл бірнеше қабаттардан тұрады. Оның қалыңдығы орналасу орнына қарай әртүрлі болады. Мысалы, көп күш түсетін алақа мен табанда қалыңдау болады, ал көкіректе, саусақта, мойында өте жұқа болып келеді. Дерма ортаңғы қабат, нағыз тері қабаты. Дерма тері деген ұғымды білдіреді. Сондықтан тері ауруларын емдейтін дәрігерлерді дерматолог деп атайтын. Сондықтан бұл қабат дәнекер ұлпадан түзіледі. Ол сыртқы қабат емізік шелі тығыз қабаттан тұрады. Онда қан тамырлары, лимфа тамырлары орналасқан. Яғни қан тамырлары бар жерде қоректену қызметі, яғни дерма қабатында жүреді. Бұл қабатта саусақ іздері айқындалады. Дерманың ішкі торлы қабаты тірек қызметін атқарады. Онда түктердің түбі, тері және май бездері орналасқан. Ал ең ішкі дерма, гиподерма қабаты, ішкі қабат дәнекер ұлпаларынан тұрады. Онда майлы қосылыстар көп болады. Терінің бұл қабаты ағзаның суықтан, сырттағы әртүрлі механикалық соққудан қорғаныш қызметін атқарады. Тері ағзаның қоршаған ортамен тығыз байланыстырады. Тері барлық мүшелер жүйесімен тығыз байланысты. Себебі мүшелер жүйесінің бұзылуы теріден айқындалады. Яғни ісінуі, қызаруы, қышуы, бөрітуі теріден бастапқы белгілерін байқауға болады. Сонымен терінің қызметтері термореттеу, қорғану, регенерация, қор жинау, тыныс алу, бөліп шығару және тері сезімталдығы. Қорыта айтқанда, сезім мүшелері қоршаған дүниені қабылдауда негізгі рөл атқарады. Арнайы анализаторлар арқылы ақпарат ағынын қамтамасыз етеді. Көру, есту, тері және тағы басқа әртүрлі анализаторлар 3 негізгі буыннан тұрады. Рецептор, өткізгіш жол және тітіркендіргішті сезінуді пайда болатын ми қыртысындағы орталық бөлім. Көру кеңістікте бағдарлауды, есту дыбыстық ақпаратты және сөйлеуді қабылдайды. Тері тактилді, сезімталдық, жанасуды, қысымды, температураны және ауырсынуды тануды қамтамасыз етеді. Барлық сезім мүшелерінің үйлесімді жұмысы қалыпты өмір сүру, қозғалыстарды үйлестіру және табысты дене белсенділігі үшін қажет. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.